Сәлеметсіздер ме? Менің атым Манасқызы Үміт. Мен Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжінде тігін өндірісі және киімді үлгілеу мамандығы бойынша білім алудамын. Бізде қазір қашықтан оқу жүйесі жүргізілуде. Қашықтан оқу жүйесі бойынша біздегі сабақтар жоғары деңгейде, барлығы түсінікті, әрі ешқандай қиындықсыз өтуде. Мен сіздерге өзімнің мамандығым бойынша арнайы пәннен оқу жүйесі қалай жүргізіліп жатқанын қысқаша көрсетіп өтсем деген едім. Мінекей, қашықтықта оқу кезінде біз осы сайт арқылы оқып жүрміз. Біз осы сайтқа кіреміз. Сайтқа кірген кезде бізде басты бетте ең алдымен тапсырмалардың тізімі шығады. Біз өзіміздің жасайтын тапсырмамызға кіреміз. Астыға басқан кезде ол тапсырманың бізде қай сабақтан берілген тұрады. Мысалға, тәжірибелік жұмыс 2-2 бізде киімді құрастыру сабағынан берілген. Біз тапсырманы алу үшін ең астына түсеміз. Ең астына түскен кезде бізде мұғалімнің берген тапсырмасы толығымен тұрады. Біз оны оқып, түсініп жасап болғаннан кейін үстіге көтерілеміз. Көтерілген кезде мінекей новая запись деген тұрады. Сол жерге басып, добавить дегенді таңдаймыз. Осының ішінен Google дискті аламыз да, ол жерде біз Google дискке кірген кезде бізде осындай суреттер шығады. Ол жерден біз өзіміздің жасаған тапсырмамызды табамыз, соны белгілеп, мінекей бекітеміз. Ал үстіне өзіміздің кімнің жіберіп жатқанын белгілеп жазып қоямыз. Бұны біз жазу себебіміз мұғалімнің кімнің жіберіп жатқанын білу үшін. Мінекей, осылай жазып болғаннан кейін біз оны опубликовать етеміз. Мінекей, біздің тапсырмамыз бекітілді. Бұл тапсырмамыз енді бізде мұғалімге барады. Мұғалім бұл тапсырманы тексеріп өзінің бағасын қояды.